Қазақтың Мерлин Монросы Мадина Садуақасова жуырда ғана Сезім қайда әніне түсірілген бейнебаянын ел назарына ұсынған еді. Енді міне тағы да тыңдармандарын жаңа туындымен қуантуды көздеп отыр. Енді Жұлдызым әніне түсіріліп жатқан бейнебаянды мен өте ұзақ уақыт күттім. Өйткені осы бейнебаянға дайындық жұмыстары өте ұзақ жүргізілді. 2 айдан аса. Түсіріліп жатқан бейнебаянда Садуақасова 4 түрлі образда төбе көрсетеді. Мадинаның көзге үйреншікті кейпін мейкап артист Владимир Атамас өзгертті. Оставить ее все-таки самим собой, да? Елге танымал кейпін қалдыру керек болды. Алдымда оңай тапсырма тұрмағанын білдім. Сондықтан батыстық образдардан шабыт ала отырып, оны Мадинаға қолдануды жөн санадым. Аталмыш бейнеклипті ГК Entertainment қолға алуда. Садуақасова өзінің кезекті туындысын тәжірибелі маман режиссер Егор Лымыревке сеніп тапсырды. Ол өз кезегінде әншінің кейпін өзгертуге тырысып жүр. Сол себепті Мадина бейнебаянда билейтін болады. Үлкен жұмыс жасалды. Образдар болсын, жалпы қойылымдар болсын, би қойылымдар бар. Бір ерекшелігі бұл бейнебаянның менің бұл бейнеклипте билейтінім. Бұл өзгешеліктердің соңы емес. Владимир Атамас мейкап стилист, енді бет дәрілейтін визажист дейміз ғой. Мадина, біз сенің көзіңнің түсін өзгертейік, линза киейік деп. Енді мен әлі келіскенім жоқ, бірақ... Мадина оған келісті ма, келіспеді ма, оны бейнебаяннан көретін боласыздар. Ол жуырда жарық көреді. Ендешегі арнасы үнемі қосулы болсын.